Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге қайнатпа сорпа дайындайтын боламыз. Ендеше видеоның соңына дейін қараңыздар. Мен қайнатпа сорпаға сиыр етін алдым. 700-800 грамм сиыр етін қосамын. Суға салып, жайлап қайнататын боламыз. 3 дана сәбіз, 4 дана картоп және де 1 дана пияз қосамын. Осындай көлемде барлығын турап алдым. Айта кететін жайт, мен сорпаға 2-2,5 литрдей су құйдым, себебі бізде 3 адам ғана. Соған лайықтап аз етіп жасадым. Көбіктер шықса, осылай жаймеңдеп алып отырамыз. Сорпамыз қайнаған сәттен бастап 30 минут 40 минут өткеннен кейін ең әуелі сәбізді салып қайнататын боламыз. Сәбізді салғаннан кейін 40 минут өткеннен соң келесіде картопты салатын боламыз. Сорпа пісерге 10 минут қалған сәтте пиязды салатын боламыз. Дәміне қарай мен 1,5 шай қасық тұз салдым. Етімізді алып, барлығын осылай турап, қайтадан сорпамызға салып 5 минут қайнатамыз. Мінекей сорпа дайын болды. Менде камерадан бір майы аз секірт болып көрініп тұр. Негізі орташа көлемде, тым көп емес майы. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бізге ас болсын. Сау болыңыздар.